Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бастатар халқының бәлішін дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ сөлді болып шығады. Балалар өте қатты жақсы көреді. Сіздер де менің рецептіме жасап көріңіздер. Келесі рецептімді өткізіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын елеп алуымыз керек. Ол үшін бізге ұн, айран, ас содасы, тұз, сары май керек болады. Ең алдымен айранымызды құйып, үстіне сода сеуіп, жақсылап араластырамыз. Айранымыз көпіршіктену керек. Міне осылай көпіршіктенгеннен кейін тұзын салып, тағы да араластырып, сары май қосатын боламыз. Сары майымызды ертіп алуымыз керек. Сары майымызды қосқаннан кейін жақсылап араластырып, ұнымызды 2-3-ке бөліп отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз сынғаннан кейін қамырымызды 12 бөлікке бөлеміз. Менің қамырымның бір бөлігі 58 граммдай болды. Қамырымызды бөлшектерге бөлгеннен кейін күлшелеп нанның бетін жауып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына тауық еті, пияз, картошка, қара бұрыш, тұз, сары май керек болады. Барлығын қосып, қара бұрыш тұзын татымына қарай салып, сары майымызды ертіп қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз, сонымен салмасы дайын болады. Барлық мөлшерлердің видеоның астына описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Салмасы қамыры дайын болды. Енді бәлішімізді түйуді бастаймыз. Осы жерде сіздерге түсінікті қылып көрсетіп кеттім. Осы видеоға қарап түйсеңіздер болады. Енді бәлішіміздің бетіне бір жұмыртқаның сарысы, бір ас қасық сүтті қосып жақсылап араластырып, бәлішіміздің сыртына жағып шығамыз.
қызып тұрған пешке 180 градусқа 45-50 минутқа қоямыз. Бәліш 5-10 минут пісуге қалған кезде біз бәлішке сорпа құюымыз керек. Егер сорпа жоқ болса, өзіміз сорпа дайындаймыз. 100 мл қайнаған су, 20 грамм сары май, кішкене тұз саламыз. Жақсылап араластырып, міне осылай бәліштерімізге 1-2 ас қасықтан құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін қайтадан пешке саламыз. Менде пеште 10 минуттай тұрды. Міне бәлішіміз пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай бәліш сөлді болып шығады. Өте дәмді, жұмсақ, сөлді. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецептпен мен әрқашан жасаймын. Әрқашан да сәтті шығады. Сіздер де менің рецептпен жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар пікір қалдырып кетіңіздер. Ұнап жатса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.